Күн шерфеңіз қайырлы олсын, бүгін июльнің 27-сі веқыры межғалының 881 күні. Студияда сізлернен берабер Муслим Умеров болуна, эфирде заман. Киевдегі ортодокс христианларының сефері артық Украина пайтақтына яқынлашты. Бір тарафындан Донецк вилаетінің Светогорск лаврасындан yol алған Москва патриархатының православ келсесі, башқа тарафында Тернопольдегі Почаевск лаврасындан yol алған Украин православ келсесі тарафдарлары. Ортодокс сеферінде бізім мұхберіміз Эльвина Сидбулаева болынмақта. Селям алейкум, Эльвина, шымдекі вақытларда болынған еріңізден тазе хаберлер ақында икей етіңіз лүтфен. Телефон ниже. Шымды бізлер Владимирск төпелігінде болунамыз мұнда юзлернен инсанлар топланды. Сабадан Киев мерkezінің соқақлары қапатылды. Авропа мейданынан Владимир төпелігіне яқынлашмаздан евел демір қыдыру чыхазлары қойылды. Бір инсан ондан кече өзлерінен бірабер весіқаларына көстерелер. Мұнда Москва патриархатының тарафдарларының автобусларынан кетірелер, олар чықалар, сонра группа тізіле, векелінсе шетірек, не себеплі олар мұнда топландылар. Война на сходе, и еще российские войска убивают украинцев, и еще Россия оккупировала Крым. Будете молиться? Обращайтесь к президенту. Политикам ли это. Вы же видите о том, что мы пришли молиться для того, чтобы люди примирились и стали искать ближе, чтобы друг к другу становиться. Правда? Что вы будете молиться? За что? За то, что российские войска пришли. Вы не слышите или что-то не понимаете? На які гроші? Чыққан инсанларына да рас кетірдік. Оларынан әлерінде плакатлар ве Украина байрағыны тұталар. Гроші на Вінську, такий мільярдер є, депутат Верховної Ради. Крім того, я можу сказати, що при посольстві Російської Федерації існує спеціальний фонд для фінансування таких акцій. Спеціально. Я дуже давно, ще коли Зура вставав на посаду посла, я був запрошений в посольство Російської Федерації. І вони після відходу Чорномирдіна, вони мені розказали, як буде реорганізована діяльність посольства по підтримці проросійських сил. Москва патриархатының тарафдарлары журналистлерінен лафетмеге ашық майлар камераларына көрінгенде қачалар. А що ви не хочете розмовляти з журналістами? Ми не даємо інтерв'ю, вибачте. А чого не даєте? Що сталося? Владимир төпелігіне инсанлар епкелелер бір қач дақадан сон мұнда матбуат конференция олajaq ве Москва патриархаты Кристианын yolbaşçısı митрополит Ануфрий келмеге керек, ондан сон тәдбір девам етежек ве дата вселятлы малюмат илерде яйынларында тариф етежекміз. Студия. Чоқ сағын Сельвина Ханум, жанлы бағымызда христианларының сеферінде мұхберіміз Эльвина Сидбулаева болынды, бізлер ісе девам етеміз. Украинада девлетінің бірдемлігі үшін мото юруш башланды. Юруш Ужгород шерінден башланып, Чангарда өкінлейджек. Колонны Ивано-Франковск, Львов, Ровно, Житомир, Киев, Днепр, Запорожье, Мелитополь шерлерінден кечеджек. Тешкілетларының сөзлеріне көре акцияның эсас мақсады бұтын мемлекеттен девлет ве Қырым-татар байрақларыны ташып, Украинаның бірдемлігі үшін япылған әрекетлеріні жанландырмақтан ибареттір. Русияда пакет яровой адлықанынға қаршы наразылық акциялар башланды. Митинг ве пикетлер Москва, Петербург ве Новосибирск шерлерінде кечті. Бір қаш фальджи яқыланды, антитеррористик қанунлар пакетті чықмаға ред еткен ве кутлеви низамсызлықларда иштрақ етмеге мейлі олған инсанларының телефон лақырдыларыны ве месаджыларыны yazып сақламаға мечбур еті. Москвада акцияның кечірілмесіне мэрия разылық бермеді, нәтижеде акцияға екібін кіші еріне юзге яқын инсан келді. Фальжилерінің фықырынже мұхалифетінің күчі инсанларының ұйғынлаштырылмаған митингке чықмаға қорқмасындан ибарет.
Власть увидела, 2000 человек на Фейсбуке подписалось под это мероприятие. Для власти 2000 человек на площади – это уже много. И поэтому она свою заявку, так скажем, свое решение отозвала. Если бы там было 100 человек, я думаю, что все бы прошло безболезненно для власти. Днепр шээрінің индустриаль районында 2014 сенесі майысының 19-ында 29 яшындаки Ахраров Эмир Алю ғайып болды. Оғлан айлесінің 2014 сенесі Ахмеджеттен көчіп, Днепр шээрінде яшамаға башлаган еді. Иштен саат 16-да чықып, йоқ oldu. Арабасы анақтарларымен берабер тұрған ерінде қалды. Ғайып олғанынан сон 2 ел кешті, ләкин аляда ичбір хабер келмей. Ләқайт олмағанларыны Ахраров Эмир Алінің қыдыруларында ярдым etmeleri rica etemiz. Кырымда Султания Ожа Харахады вефат етті. Ол Кырым Муиндислик ве педагогика университетінде рухиет ве педагогика марифның уйкен ожасы оларақ çalışайды. Сүргінліктен сон басылған бірінші Элифбе китабының ве фарқлы оқуф құланмаларының муэлифыдыр. Женазесі бүгін саат 13-те Мамақ көйінде кечежек. АТР телеканалының редакциясы мерхумның сой ақрабаларына терең тазиелеріні білдіре. Русия ватандашлығыны қабул етмеген ве яшама Русиятыны ресмилештірген Қырым сакинлеріне нефақалар 2 кереге экселтілежек. Нефақалар 1992 сенесі СНГ девлетлерінің инсан ақларының кефалетлі ақында анлашма стандартлары бойынша есапланылды. Төлевлер та кечкен сенесі экселтілмеге башланды. Қырым нефақа фондының малюматына көре ижғалтілген ярмадада ярым миллионға яқын нефақажы яшай ве оларының сайысы эпарта. Ой, вы знаете, они мне сказали, что мою пенсию сейчас рассчитали по соглашению стран, государств, участников СНГ 92 года. Как будто бы вот я к ним приехала, они меня приняли и рассчитали пенсию по-новому. Хотя я ее в 2014 году получала, как все получали крымчане эту пенсию. И она ровно в 2 раза стала меньше. Керечнің Камыш-Бурун районында денізге канализацион післеклер төкілмекте. Интернет құлачысының фікірінже бұл қалымтылар психоневрологик диспансері яда яқын ерлешкен 7 ветров оларақ белі олған институттан келе. Післеклер инсанлар ялдаған пляж янына төкіле. Пентагон, вернее его химические лаборатории, нервно курят в сторонке. Вы представьте, какие монстры растятся в этом бульоне. Вот оно бежит потихонечку, бежит. И вот оно наше море, вот оно. А вот и ближайшее место отдыха. Пляж бывшего пионерлагеря Володи Дубинина. Купается народ ежесуточно, ежесекундно. Миллионы бактерий попадают в море. В зависимости от направления ветра и течения оно уходит на город, уходит на наши камыш-бурунские пляжи. И мы с вами, дорогие земляки, вместе со своими детьми хлебаем эту грязь. Google Maps интернет-сервисі декоммунизацияға қол тұта. Эндіден сон Google харитасында базы Қырым шәрлерінің адлары Украин қануны көре адландырылан. Шу жүмледен Красноперекопск харитада яны Қапу, Красногвардейская, Курман, Кировская, Ислам-Терек ве советская ички оларақ белгіленген. Шәрлерінің яны адлары Google'ның тек Украин версиясында дегілді, Русиялі ве атта Австралиялы интернет-сервисінде белгілеген. Интернет-формуларында Русия құланычылар ос мемнуниетсізлігіні білдірелер. Базалары атта Роскомнадзорға шикет йоланылған. Бұл есе сонки хаберіміз еді, АТР елі олыңыз, көрішмек үзре.